Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біздің маркетинг пәнінің 3-ші тақырыбы маркетинг ортасы. Қарастыратын 3 сұрақ: макро орта, микро орта, медиа орта және оның факторлары. Макро орта дегеніміз фирманы қоршап тұратын және оның қалыптасуына әсер ететін факторлардан тұратын бір ұйым. Ол 6 фактордан тұрады. Бірінші демографиялық, екінші экономикалық, үшінші табиғи, төртінші ғылыми техникалық, бесінші саяси және соңғысы әлеуметтік мәдени орта. Демографияға әрине біз адамның туу-өлуі сан жатады. Экономикалық ортаға ол біздің девальвация, халықтың жалақысы, инфляция, ақшаның құнсыздануы дегендей. Табиғи орта ол біздің шикізаттарымыз, мұнай, көмірсу, түсті металл дегендей. Келесі ғылыми техникалық орта біздің ноу-хау, жаңа технологиялар. Саяси орта әрине егерде бізде мысалы революция болса, ол да біздің кәсіпорнымызға әсер етеді. Әлеуметтік мәдени орта әрине әр халықтың, әр мемлекеттің өзінің мәдениеті болады, өзінің әлеуметтік салалары болады. Біз өзіміздің тауарымызды тұтынушыға жеткізу үшін біз оның барлық әлеуметтік мәдени жағын қарастыруымыз керекпіз. Екінші микроорта. Маркетингтің микроортасына әрине ол тұтынушының кәсіпорынның ішкі жағы қарастырылады. Оған тұтынушы, бәсекелес, жабдықтаушы, делдалдар кіреді. Бұның барлығы кәсіпорынға ішкі жағынан әсер етеді. Яғни, егерде біз бір кәсіпорында жұмыс істесек, біз егерде жақсы жұмыс істесек, біз оның беделін көтереміз. Жаман жұмыс істесек, біз оның беделін түсіреміз деген. Сонымен қатар, жабдықтаушылар, егерде олар жақсы сапалы тауармен жабдықталса, ол кәсіпорынның беделі көтеріледі. Бәсекелестер, әр уақытта біз бәсекелестерді зерттеп отыруымыз керек. Себебі бәсекелестер олар біздің ең басты әсер ететін фактор. Себебі олардың жағдайы жақсы болса, біздің жағдайымыз төмендеп кетуі мүмкін. Сонымен қатар, үшінші қарастыратын сұрағымыз ол медиа орта. Медиа орта бізге не көмектеседі, не жаман жағынан да әсер етуі мүмкін. Жаман жағынан әсер ететін дегеніміз, егерде мысалы бізге салық инспекциялар тексеруге келсе, олар келгенін біз қаламаймыз, бірақ олар келсе, біз олармен әрине санасуымыз керек. Сонымен біздің ол тақырыпта қарастыратын сұрақтарымыз макро орта, микро орта, медиа орта. Макро орта фирмаға сыртынан әсер етеді, микро орта ішінен әсер етеді, ал медиа орта көмектесетін ол мысалы сақтандыру компаниялар, несиелік компаниялар, егер қаржы қаражат керек болып жатса беруі мүмкін. Ал кері әсер ететін бір тексерулер келіп ахуал тапса, сонымен жаңағы кәсіпорынды жабуы мүмкін. Әрине бұл маркетинг ортасы әрқашанда фирма нарыққа шыққаннан бастап, ол нарықтан кеткенге дейін бұл 3 орта, макро, микро, медиа фирмаға әсерін тигізіп отырады. Осымен біздің тақырыбы аяқталды. Назарларыңызға рахмет.